жүрмеген ғой. Қараңыздаршы, сіздердің адвокаттарыңыз бар, әрқайсыңыздың. Ақылы түрде адвокаттарыңыз бар. Болмаса адвокаттарыңыз сұраңыздар. Маған адвокат прям қазір келіп айтсын, міне мынау негізбен қосымша тергеу қайтаруға болады десе, мен сол кезде мына жерден прям жазайын. Адвокатпен бірге келесі процеске барайын. Тура сол адвокаттың айтқан сөзбе-сөз сотқа айтайын. Прокурор айтсын, жәбірленуші өкіл айтсын. Бәріміз де қылмыс процеске қатысушылар. Сол кезде жібере ме екен, жібермей ме екен, сол кезде көрейік. Енді екінші мәселе. Бұл жерде тек қана шешім шығаратын сот. Сіздер неге бізге келіп сотқа бармайсыздар? Сіздер сот қандай шешім шығарады? Бір рет уже қайтарып жіберді, наследкеге. Енді біз ол жерде не доказывать етеміз? Балалардың доказательстволары жоқ болып тұр ғой сіздердің айыптау сторонаңыз. Сіздер айыптап отырсыздар. Сіздердің конкретный нелеріңіз жоқ қой, дәлелдеріңіз. Если айыптау жоқ болған жағдайда, сот үкім шығарады немесе істі қысқартады. Сот заң шеңберінде сондай шешім қабылдайды. Енді сіздер айтып отырсыздар ма? Ешқандай дәлелдеме жоқ, тек қана ауызша әңгіме, бәрі мысалы ойлап құрастырған нәрсе деп. Если сіздің айтқан сөздеріңіз рас болса, біз енді ол сот өзі жеке дара шешім қабылдайды мысалы. Тура ДС-ге қайтару сияқты. Қараңыз, енді сізге айтайын, не үшін олай болып қайтару керексіздер? Өйткені тергеу дұрыс жүрмеген, дұрыс жүрілмей барып отыр сотқа. Тергеу заңсыз заң шеберінен шығып отыр. Бақытгүл, заң шеберінен шығып отырсыздар сіздер. Бақытгүл, қараңыз. Сотта істі ДС-ге қайтару, қосымша тергеу қайтару. Ол соттың уәкілеттілігі, соттың қолындағы, құзырындағы нәрсе. Енді қараңызшы, мен сіздерге айтып отырмын. Сотта қазіргі таңда қосымша тергеуге қайтаруға негіз жоқ. Соттың қаулысы бар. Алдында мысалы ол мәселені ақылдасқанбыз. Енді сіздерге мен тағы айтып отырмын. Егер де маған сенбесеңіз, әрқайсыңызда өздеріңіздің сеніп жалған адвокаттарыңыз бар. Прям адвокаттармен бізге жалпы түсіріңіздер болмаса. Сот қайтарды ғой. Бізге жалпы түсіріңіздер, официально жалпы түсіріңіздер. Адвокаттарыңыз келсін, болмаса өздеріңіз жазыңыздар. Адвокаттармен қосылып жазасыздар ма? Мынау негіздер бойынша сіздер қайтаруға сұрап алыңыздар. Тура сол сіздер егер бізге сенбесеңіз, адвокаттарыңыз айту бойынша ақша төлеп отырса, сол айту бойынша сұрайық біз. Негізінде біреу 8-ші баланы қоспаған деген бар ғой. Соны қоспаған бойынша қайттан доследствиеге деп неге қайтармайсыздар? Бұлар негізі бұлар айыптаушы болғаннан кейін бұлар өздері қайтар демейді. Бұларды істерін қайтарту керек негізі. Дұрыс па? Солай ма? Ойым дұрыс па? Қайтарту керек. Олай емес па? Дұрыс емес па? Бізге қайтаруға немейді правода ондай нәрсе жоқ бізде. Жоқ па? Ондай нәрсе жоқ. Сіздер қайтара аласыздар ма негізі? Біз қайтаруға ол біз қайтаруға сұрай аламыз, бірақ оны қайтаратын сот қана. Шешім қабылдап, біз өзіміз қағазды қол қойып қайтара алмаймыз ғой оны. Сіздер қазір істің қаралуы бойынша жаңағы кем кетік тұрған жерлерін көріп тұрсыздар, сонымен сотқа қайтару сұрай алмайсыздар ма? Енді қараңыз. Сіздер қазір адвокат сұрасын деп тұрсыздар ғой. Адвокат сұрасын деп тұрған жоқ біз. Енді адвокат сіздерге бізге болмаса айтсын деп тұрып айтып отырмын мен сіздерге. Міне сізге адвокат диктовать ету керек. Тыңдаңыздаршы, адвокат маған диктовать ете алмайды ол жерде. Кішкене сөзді дұрыс қолдана білу керек. Адвокат мысалға айтсын бізге. Міне неге мынандай себептермен қосымша тергеуге қайтармасқа? Соны сұрақ көрмедіңіздер ма деген сияқты, сол не үшін айтпас? Өзінің доводы өтініш хатын келтірсін. Болмаса сіздердің сол өтініш хаты, адвокаттардың өтініш хатын қосып бірге сол мәселені көтеріп көрейік деп мен сондай нәрсе айтып отырмын сіздерге. Диктовать ету, нұсқау беру ондай нәрсе айтып отырған жоқпын мен бұл жерде. Адвокат айтпай-ақ, соқырға таяқ ұстатқанмен бірге көрініп тұр ғой. Делада рахат жоқ. Рахат неге қоспайсыңдар айыптау актісіне? Неге қоспайсыздар? Осыны айтыңызшы, рахат қайда? Неге іздестірілуде жоқ? Неге жоқ? Розыскіда деп бізді алдыңыздар. Мен тыңдаңызшы, мен естідім ғой сіздің сөзіңізді. Мен мемлекеттік айыптаушы бөлімінің бастығы болып табыламын. Мен сотқа дейінгі мәселелерге жауап бермеймін. Мен жауап беретін сотқа кетті, сот талқылау барысындағы мәселелерге сұрақтар бойынша жауап беремін. Мен лауазымым өз сонда. Кім жауап береді? Айыптау актісін жазған адам кім? Кім жауап береді бізге? Мен айыптау актісіне қарсымын деп қойдым. Сонда да апарып сотқа неге өткізеді біздің қарсылығымен? Неге өткізеді? Дақтанса рас деді, әдем жүрмей сотқа неге барады? Біз вообще сотқа бармауымыз керек. Қала бойынша кетіп жатқан мысалы орта есеппен 100 қылмыстық іс болса, соның мысалы 10 қылмыстыққа есеп алайықшы, 80-90% қарсы. Қарсы. Ондай болып тұрса қандай сот болады онда бұл? Сіздің ойыңыз бойынша. Бәрі қарсы. Бір ара кетсе бір екеуі ғана кінәсін мойындайтын шығар. Қарсы болғанда сендер енді кінәлі екенін дәлелдемейсіңдер. Жоқ қой, статистика не үшін бізге статистика емес, дұрыс айтып отыр ғой. Не үшін жоқ
екенін айтайын сізге. 188-ші бапты жаңағы 4-ші нет тармақ 3-ші не үшін іліп отырсыздар? Біліп отырсыздар прекрасно, дәлелденбеген, что олар сыбайлас болып өзара бөліспеген, олар сыбайлас болып ақылдасып бармаған. Өз сөзінде анау кімнің судьяның қаулысында бірінші сотталғандардың судьяның Қорабаеваның қаулысында жазып тұр. Ана екеуі айтып тұр, 5-10 мың төлегенбіз, балалар білмеген деп тұр. Ойнап тұр. Жоқ, тыңдаңыздар, бақылайық, мен сізге айтайын. Басында 3 Ошағанов аттарын білмеймін. Ошағанов, Махамбеталы, Қойшылық үшеуі сотталады. Одан кейін барып тағы біреуіне Төлебаев деген. Төлебаев тура сондай показания береді. Мен бардым, білген жоқпын, ұрлық екенін. Оны неге бөліп тастады? Жоқ, тыңдаңыздаршы, мен ол кезде болған жоқ мен ол кезде. Мен соттың приговоры қаулысына екенін айтып отырмын мен сіздерге. Төлебаев болса тоже солай айтады. Мен барған жоқпын. Сот үкімін шығарды. Кінәлі деп тапты, 1 жылға бас бостандығын шектеу жазасын берді, ограничениесін берді. Ол да тура солай 2021-де, 2022-де барған. Қанша рет барған әлі есімде жоқ, бірақ барған. Ол да жаңа 5 мен 15 теңге аралығында жаңағы ақшасын алған. Мен төремекті шығармын. Жоқ, тыңдаңыздаршы, мен енді бәрін не сізге енді мысал ретінде көрсетіп тұрмын. Сіздердің балаларыңыз да барды, ол Төребаев та барды, мен сізге солай айтып тұрмын. Сендер де сол сияқты ограничение аласыңдар деп тұрсың ба? Мен сіздерге аласыңдар деп тұрған жоқпын. Керек емес бізге ограничение. Тыңдаңызшы, мен сізге мен сот шығарады ол шешімді, біз шығармаймыз. Бәрін біргесін. Біз шығармаймыз ол шешімді, сот шығарады. Сотқа сендердің айтқандарымен бәрін біргесін. Біз айтамыз. Адвокаттардың алып деп тұрғаны, осы уақытқа дейін сол анау клоундармен жүрдіңіздер. Иә, бұлардың берген адвокат. Ол адвокаттар ондай нәрсе істемейді. Біз ол адвокаттар сол үшін жас адвокат жалдау керек. Алыстан, тараздан емес. Алматыдан алып келу керек. Біздің осы жерде оған да көнбей соттап жатса, соттан мемлекеттік айыптаушылардың берген адвокаты, міне мен дәлелім бар, ертең үстінен арыз жазамын, мен ол әйелін мынандай біздің ата-аналарға сообщение жібереді ғой, мойындасын балаң Казпостаттан кешірім сұра барып, сотталады да балаң сотталады деп осы адвокат айта ма, жаза ма сөйтіп? Адвокат дейін дұрыс адвокат сөйте ма? Шығарып алам деп обещать етпесе де до конца надо бороться деген сөзді айту керек қой, бұл қорғаушы ғой. Адвокатский коллегия бар, Жамбыл облысы адвокаттарын алып. Адвокаттардың бізге атыңыз Айнұр Әлімжан. Әлімжанға бывший прокурор. Менде SMS-тер сақталып тұр. Мен айттым, мойындайын деп, мойындап тұрған балаға қалай жаза бермейді, мойындайым деген әңгіме болу керек па обязательно. Барғаным рас, бірақ мен ұрлық екенін білген жоқпын деп айтсын десем, жоқ, мойындайым деп айтсын. Сонда балаңызға қысқарады, жеңілдік болады деп, SMS-терін бәрін сақтап қойдым тұр. Мойындайым деп айтыңыз. Сіздер ойлап жатсыздар ма, біз бәріне бардық, бүкіл тараздың адвокаты. Сіздер ойлап жатсыздар, мына прокуратура мен сізге айтайын, ойлап отыр. Біз соттаймыз түбі, ешкім бұяқтан кетпейді депші. Прокуратураның кім келді екен, қай қайсының ата-анасы? Босатамыз. Бәріне. Жоқ, енді мен жазайын деп Фурқат бар ма? Баста осы Фурқатпен кеткен Фурқатты мен сотқа алып барам. Міне, осыдан телевизияға шығып алып дәлелде маған 1 грамм дәлелі жоқ мен балама. Сенің балаң қайда? Той есікті ашасың. Мені бір ана танып екеуміз ана неде контактыда қырылып жүрген адам сияқтымыз. Осы биыл 2023 жылы 23 қаңтарда ақпанда сөйтеді да. Жылдың басында. Иә, сөйтеді шығады да мен айтамын, мен ойымда түк жоқ, балам алматыда оқуда десем, ояқта неғып жүр? Ол отыру керек, сотталу керек деп айқайлайды маған. Мына прокурор Фурқат деген Бізді қорғайды деген адвокат мойында деп тұрса, жаңағы прокурор отыру керек бала. Балаң сабақтан неге алдырмайсың? Ол мына келу керек, балаң сотталу керек деп отырса. Біз кімге сенеміз? Айтыңызшы. Кімге сенеміз? Біз қайдан сұраймыз? Екі байдың баласы қайрандап жүру керек та, нағыз жеген, асаған бәрін. А барған несовершеннолетний балалар отыру керек па сонда? Өзіңіз логично ойланыңызшы. Дұрыс деп ойлайсыз ба? Мен логично сіздің айтқан сөзіңізді ұқтым. Енді адвокат бойынша айтатын болсам, адвокат лицензияны алады ол кісі. Мейлі ол прокуратурада істеді ма, полицияда істеді ма, қашта істесе. Ол өзінің позициясын өзі айтады. Ол үлкен кісі ғой, мен ол кісіге
бар бүйтіп біздің позициямыз деп айтқан жоқ. Жоқ, бұл тірлік бойынша алдында тергеу істері болып, сот болатын болса, неге ол екі істі қазір біріктірмейді? Ол адвокат ауыстыруға құқықтарыңыз бар. Жоқ, сіздер қараңыздаршы, бұл жерде негіз жоқ дейсіздер да. Сіздер бізді құқығымыздан айырып отырсыздар ғой, неге беттестірмейсіздер ұрпақпен? Біз жазатын едік заявление. 18-ге толмаған баламды кешкі жақын айыппай, рұқсатсыз алып кетті деп. Еще балалар беттесек не айтатын еді? Братан, Димас, братан, сен неғып бізге айтпадың ұрлық екенін, а? Или айттың ба айтшы? Менің балам танымайды бір-бірін. Көрші бала алып барды болды. Ешқайсысын танымайды. Ол жерде ондай әңгіме болған жоқ. Зат тебіп жібересің, 5000 теңге беремін деп болды. Сосын сіз айтасыз, Төребаев сотталып кетті дейді, жаңа мынау неге түсті ғой? Ақыр прямо мен айтайын. Төребаев не үшін сотталып кетті? Ол өзіне көп алып конкретно айтқан. Мен бүйткем, мен сөйткем, мен кескем, мен бүйткем, мен сөйткем деп тұр ғой. Я за его не отвечаю за него. Ол бала үшін дұрыс па? Сотталып кеткен бала айтқан. Соған 1 жыл беріп отыр. Мен кескем, мен секіргем, мен 5-ге дейін алдыма таңға дейін жұмыс істегем деп тұрып айтып отыр. Ал? Не дейсіз? Сол балаға 1 жыл беріп отырды, біздің балаларға 5 жыл, 10 жыл. Жоқ, бұның бәрі мысалға жаңа бір сот болды, 3 адамды, одан кейін сотталды. Енді соның бәрі не? Ақыр соның бәрі... Жоқ, тоқташы, бір имущество болса, осының бәрі бір имущество болса, неге бәрін бір істе қарамайды? Неге бәрін бөлек-бөлек қарайды? Сол жарсөз болған жоқ па? Бар сіздің балаңызға, сіздің 5 жыл сұрайтыныз. Сол жарсөз болған жоқ па? Сіздің статьяларыңыз айтып тұр деп тұрмын ғой, мен ол топас емеспін ғой, енді 188 мынаншасын шығармақ, мынандай. Оқиға болған кезде балаңыз кәмелетке толмаған болған. Онымен сіздің балаңызға басқаша жаза тағайындалуы мүмкін. Бізге сол біліп тұрмыз, біз 5 жылға кетпейтінін біліп тұрмыз. Енді бұлардың айтқан бұларға ограничение беру мүмкін. Или 1 жыл условно. Бізге онда ешнәрсе керек емес. Біздің қаншама оқып отырған керек болып тұр ма? Біздің телевидениеға шыққанымыз, одан кейін Алматыға әкелгеніміз керек болып тұр ма? Көремізге сөйлесіп қойып. Мына облыстың әкіміне кіргеніміз, осының бәрі керек болса біз істеп береміз сіздерге. Сіздер ойлап отырсыздар ма? Осы уақытқа дейін алдарыңызға келдік қой. Біз болды, бекіндік, белімізді будық, жетеді 1 жыл, 7 ай сеніп келдік сіздерге, енді жетеді. Мына шегіне жетсіздер. Біз балаларды сотта, сіздер өткен аптада айтсақ, сөз беріңіздер. Барсыздар, юристі ең сөздің басын қосамайтын юрист сөйлетіп қойғансыздар. Ол иллюстрация не основасы жоқ нәрсені айтады ғой, Публика это просто играет. Бүйтеді. Мына адамдар Ушакова мен қаныш бітті дейді. Міне туып өтеді сотқа. Юрист сөз, қаныш бітті, мен давай дейді. Мен сол үшін дослед сұраймын дейді. Адам ештеңе айта ма? Айтыңызшы, өтірік айтсам, видеода жазылып тұрмыз. Айта ма? Айтыңызшы. Дослед сұрау үшін әдемі юридический тілде. Қалай не істейтінін айтуға жоқ. Прокурордың не айтып, соны айтып. Сіз анықтандырған жоқ судьяны. Сіз анықтап айтыңыз дейді енді. Не жағдаймен сұрап жатқаныңыз жөн деп айтсаңызшы, мынау не мынау дейді судья айтады. Айтады. Сізге бүйтіп айтады, сөйтсе бүйтіп айтады. Балалардың доказать етілмей жатыр ғой, сол үшін доказать етілмеген үшін дейді, тергеу доказать ете алмаған үшін дейді, не мыналар ұры екендер, судьяның шешетін нәрсесін айтып тұр, қараңыз, не мыналар ұры екен, не ұры емес екен дәлелденбеген үшін дейді, сол ущерб анықталмаған үшін дослед сұраймын дейді. Ущерб анықталып төленіп қойған 20 миллион, оны өз аузынан ол қанша сотта айтып қой дейді. Енді тергеу өздері прокуратура балаларды кінәлі жіберіп отыр сотқа, дұрыс па? Бірақ анықталмаған, дұрыс жұмыс істелінбеген, шикілік көп. Қайтадан басталсын. Сөйлеп сұраудың олар жөнде ол жаңағыдай сұрайды. Келеміз деп ғой, болды. Мен сіздер қай адвокатқа сенесіздер өздеріңіз. Әлімжанова сіз Ушаковаға сенбейді. Ушакова сіздің балаңыздың адвокаты ма? Сіздің балаңыздың адвокаты ма? Алматыдан келеді. Жоқ, сенбеймін емес, сенеді ғой. Сенбеймін деген
жоқ, мен айттым, егер де шамалар келмесе сіздерге, міне айттым ғой, сіздерге шамалар Әлімжанға прямой айтады, міне сенбейді, ертең Әлімжан айтып отырсың әпке, ол ням бізге айтпайды. Сенбейді деген жоқ, мен надо Алматыдан алып келеміз дедім, мысалы айттым, ол мен мына общий сөйлеп тұрмын, мысалы. Мен енді айтпаймын, мен қарабасым алдым. Жоқ, причем тут адвокаты, причем тут. Мен оны айтып кетірейінші. Керек жоқ бізге адвокаттарында үшін. Бәлем бар сендерден шығып жатыр. Мына тірлікті бітіріңдер болды. Или бүкіл Қазақстан естиді уже естіп жатыр. Көреміз, келеміз деді, міне, келіп көреміз, болды. КТК-ға звондап қойдым. На всю страну вас именно осы қалалық прокурорды кетеді. Қазір сіздерден шығып областной неге Все, бізге керек жоқ шына. Өткенде айттыңдар, бәрін айттыңдар, істеген жоқсыңдар. Я сендер істей алмай отырсыңдар, сендер вы же там сидите, рулите. Біз ана театрда отырғандай, судьядашы, барамыз, следователь тұрады, түк сөйлей алмайды, түк дәлелдері жоқ, ущерб төледі. Балдар не виноваты, я не знаю, что мы там делаем вообще. Не істеп жатырмыз. Аудит жүрмеген. Бармау сіздің жүрек. Сотқа, мына үшінші сот болып жатыр. Үшінші рет болып жатыр, түк дәлелдері жоқ. Соттай алмай жатыр балдар. Соттай болса, 1 жыл, 7 ай жүреміз ба, соттап жүрмей ма? 2 жыл болды жүргенімізге. Соттай алмай жатыр. Вообще срогы бар ма процесстердің бұндайлардың? Соттың өзінің мерзімі бар қарайтын. Ары қарай сот ұзартылды. Судья ничего не решает. Олар да былай не істеп алған. Жоқ, судья ничего не решает. Демес, сотқа келгеннен кейін судья все решает. Дұрыс айтасыз. Судья все решает. Біз 1,5 жыл жүргенмен бір сот алады, анаған лақтырып жібереді де, анау біз 1,5 жыл болды жүргенімізге десек, маған келгендеріңе 2 ай болды, 1 ай болды. Солай бір-біріне лақтырып мерзімдері бар қарайтын. Несовершеннолетнийде басталған сот, сонда сөйлерде отырған білдей мәуленов судья өзінің құзырында бір істі 2 рет жүргізе алмауында білмей ма сонда? Бізді Михайловтағы байзақ Мен көп балалы аналардың атынан. Мына кісі көп балалы ана Бақытгүл. Бар екен, а ол бізді өтіріп, оқымаған дым білмейді деп, мен сендерді қарауға болмайды екен деп қоя салды. 4 ай егер олай болса, байзақ егер қайтып сол бір деланы, бір адамдар қарсы деланы 2 рет қарау болатын болса, байзақ деланы алып қайтар жібермей ма? Сенің шығарған не дейсіз, оны Мауленовке айтыңыз. Мауленовке айтылмайды, оны Төлеубековке айтыңыз. Біз айтатын жерге айтамыз оны. Сіз мынаны айтыңызшы. Мынау балалардың бәрінде 188-ші бар, 188-ші. 4-5 тармақ тағы отыр, сол дұрыс па? Қылмыстық іс бойынша анықталған ущербке байланысты олардың тиісті қылмыстық кодекстің бабы бөлігі тармағымен айып тағылды. Дұрыс сіздің айтыңыз. Бүкіл 8-9-10 бала бар ана жерде. Оның ішінде бабы танылғаны бар, мойындап отыр. Әшейін былай отырғандар бар, бәріне солай танылған. Жоқ, сіз айтып тұрсыз, ущербтің суммасына байланысты депші, ущербтің суммасына байланысты деп тұрсыз. Бұлар айтады, ущерб уже погашен дейді. Қақтағы ущерб? Ол былай. 21 жыл бойынша ущерб 6 миллион теңге. Дұрыс па? Ол скупщиктің жаңа переводтарынан шықты. Сіздің балалар айтады, біз 5 миллион теңгеден алдық. Ол жерде скупщик айтады, ана основной жүктер сотталды. Сол аралықта 21 жылы 6 миллионға алып кеп, жаңа не өткізеді. Темір. Өткізді. Каспийін көтереді, 6 миллион шығады. 6 миллион, бұлар айтады, бардық, ана жаңағы үлкендері бар, сіздердің балалар айтады. Сол аралықта бардық дейді. То есть ущерб 6 миллион теңге шықты. Сол ущербке байланысты балаңызға айып тағылды. Жоқ, бұл ущерб. Тоқтаңыз енді, әпке, мен айтып кеткен жоқпын. Тыңдаңыз. Енді мынандай мәселе бар ол жерде. Дәріленуші, жаңа бірінші сот болды, 21-де ма, үлкендерін соттаған кезде. Ол залалды өтеу, ол күдіктінің өзі білетті, өтей ма, өтемей ма. Өтемесе жағдайын ауырлатады, өтесе жағдайын жеңілдетеді. То есть тергеу барысында мына қылмыстық әрекетпен келтірілген залал
жаңағы 21,6 миллион, 22-де қанша миллион? 17 миллион. 17. Жоқ, общий 11 миллион. Оны ол алдыда ущербті төледі. Жәбірленушіге. То есть қылмыс шын мәнінде орын алды. Ущерб 6 миллион теңге, мысалы 21-ші жылы. Бірақ 22-де үлкендері сотталған кезде ол келтірілген мүліктік залалдың орнын толтырды. 17 миллион толтырылып жабылды. Сіздің айтып тұрғаныңызды біз шайнап жұтып, уже бар ғой, істеп қойғанбыз. Әпкеге мен айтып берейін, әпке 6 миллион, анау скупщик дейді ғой жаңағы. Жоқ, бақыт бері қарашы, мінекей, қазір тікелей эфир болып жатқанда, мысалға сіздердің сөздерден ел түсініп отыр. Енді бұжақтың сөзінен де ел түсіну керек те, сөйтіп елдің қорытындысы шығу керек қой бұл жерде. Бұл кісілер дұрыс айтпай тұр ғой. Бұл кісілер бүйтіп айтып тұр. Сол үшін екі жақты бірдей. Оны халық түсінбейді. Өйткені бұлар андай бетін айтып жатыр. Красиво әкеп жатыр. Береді. Қабылдаушыларды 6 миллион ана Бексұлтанның Каспийіне түскен дейді. Ұрыныңшы, главный ұрынның Каспийіне түскен. Причем тут біздің балаларға 10-5 мыңнан береді да, өзіне 5 миллион, 5,5 миллионды алып алады, а бізге 6 миллионды қойып отыр бұлар. Бар айтып жатқандары сол бұлардың. Жоқ, ол погашыны ғой уже, ол екі адам уже сотталып қойды ғой. Жоқ, ол 17 осы 7 баланы Каспийінен шығарып отырсыздар. Енді со ғой, ущерб погашенный болса, онда часть третья қақтан шығып тұр вообще. Суммадан әке, сумма. Енді бастапқы мүліктік шығын қанша келтірді, соған байланысты ущерб белгіленді. Қазіртанда ущерб төленді, болды. Жоқ, енді 10 балаға бірдей осындай бапты қалай тағасыздар, оның ішінде по-любому любой тірлікте мынандай жақтар болуы емес пе? Жоқ, ол конкретно ол 6 миллион бір адамның қалтасына түскен жоқ қой, ол әрқайсысына бөлінді. Сумма содан шықпайды ма? Не? Общий суммадан әрқайсысына. Мейлі, 5 мың теңге болса, сол 5 мың теңге заработал десінші, мейлі. Солай шықпайды ма? Или я неправильно думаю? Жоқ, андай не ол? Дұрыс емес, қорытынды бөлген ол. Дұрыс емес, как это дұрыс емес? 5 мың алғанмен миллиондап алған разница бар ма? Жоқ, сонымен жаңағы бап барлық балаларға бірдей табылып отырғаны дұрыс қой, сіздердің айтуларыңыз. Ущерб 6 миллион болғандықтан балаларыңызға ол жұмыс. Неге 6 миллион, неге 17 миллион емес? Жоқ, общий ущерб 17 миллион болса, неге 6 миллион қап тұр қазір? Неге 11 емес? Неге сіздер қазір 6-сын алып тұрсыздар оның бәрі төленіп қойған ғой. Неғып 6-сын алып тұрсыздар, неге 17-сын алмайсыздар? Ущерб бәрі төленіп қойған деп тұрмесіне. Ущерб бәрі төленіп қойған, ущерб жоқ. Ол күзден сот өндірей ма, өндірей ма, қатышы айсы жоқ өзі. Біз не алып жүрміз сонда? Жоқ, мынаны қараңызшы, балаларға 5 мыңнан 10 мыңнан түседі, ол 5,5 миллион жетті. Сонда неге біздің балаларымыз жоқ бар организатор. Организаторларды бөліп алып шығып отыр ғой. Он жауапқа тартқан жоқ. Тартып қойған уже. Балдар білместіктен істеді. Олар жұмыс істеуге барды. Білместіктен. Білместен ақша табуға, чистаға күн. 10 мың болды. Напақасын табуға барды олар, ұрлыққа барған жоқ. Если кім боласы қойып болмаса, мен жауап жетоқтан қоғамды бірлескен мүшесімін, Жындыбай ауыз серік қойылы болады. Өзіңіздің арасында болады. Фамилия не там болды? Қызмет. Менде дайықтауысынан бөлім бастап. Енді мына жерде ата-аналар шырылдап келіп отыр да, допустим, ол жақта организатор бар. Анау, мен енді ешатым, Жәкеңнің прямой эфирлеріне көріп жатым да, жұмысқа барған 6 бала. Олар сговор из группа істеген әңгіме жоқ оларда. Олар жұмысқа барымда жанұясына көмектесемін деп. Жетіскен күннен барған жоқ ол балдар. Жындыбаев. Абай Серікбайұлы. Абеге сіз қылмыстық істі оқыңыз ба жалпы? Жоқ. Қылмыстық іс таныспасаңыз, мына жерін толық біледі деп айта алмаймын біріншіден. Мен сізге айтайын. Енді сіз алтауына қатысты сговор бар ма жоқ деп айтасыз ба? Бастапқы жауаптарында Махамбеталы тергеу кезінде Ошалов айтады, мен Махамбеталыға күйеу балам айттым, Махамбеталы айтады, мен әніме айттым, одан бар жаңағы балалар топ келді. Бастапқыда мен оларға 15 мың аралығында ақша беруді уәде еттім дейді. Жұмыс үшін. Тыңдаңыздаршы. Түнгі сағат қылмыс 12 мен 3 аралығында болған. Түнгі уақытта, тыңдаңыздар.
қылмыс түнгі сағат 12-3-тің уақытында болады. Тасқа сағат 1-2 сағат. Таразда ма? Ал неғып сот? Байзақта болады. Ол енді осы сотқа ол сұрақты қоясыз. Сот шешеді, қай сотқа беретін. Одан бөлек түнгі сағат 12-3-тің аралығында егер де кассаторда біреу жұмыс істемесе, кассатордың үлкен біздегі Тараз Жамбыл облысы бойынша ең ірі кәсіпорын. Онда түнгі сағат 12-3-тің арасында жүріп не үшін жүр? Қалай жүр? Мен уақыт түсіретін, мысалы айдалап, поляда жүрсе, басқа жақта жүрсе. Қандай дәлеліңіз бар? 12-3-тің арасында менің балам жүрмейді. Балаларыңыздың әрқайсысының өздерінің жауаптары бар. Қайтадан көтеріп қараңыз. Делан, қайтадан қараңыздар, қайтадан не қылыңыздар, болмайды. Сот бізге қосымша телефонға қайтарып берген жағдайда ғана біз қайта қарамадық. Қайтарды ғой, не қарамадыңыздар, қайтарды ғой, а? Мына үшінші сот болып жатыр, үшінші рет. Доказатын ұнамайсың, аяғына тыңдаңыздар. Болмаса уже бәрін уже көріп, біліп, оқып. Бізде бәрі бар. Доказательства толы. Мен сізбен танысып отырмын дейді. Ол кісіге құқығы бар танысуға, мен құқығым жоқ танысуға сізбен. Ол қылмыстың ұсталатын ата-анасы. Қазіргі таңда не осы сотта? Байзақ ауданы сотында. Прокурорлар Осы 7 баланы ұйымдасып апарған бала деланың 60-тағы. Не себептен соны айтыласыз? Неге жоқ? Жоқ, енді тоқтаңыз, сіз прокуратураның тергеу бөлім басшысыз. Мен тергеу емес, араласпайтын. Мемлекет айыптаушылар бөлімі. Мемлекет айыптаушы. Қазір ғана. Неғылар, сіз неғылар, айыптағансыз ғой. Сіз сонда мән-жайды білмейсіз ғой. Неғып оны 7 бала? Сегізінші бала. Жауапқа қызметкер емес. Енді шықсында сол жауап не қылады. Жауап беретін адам бар ма соған? Жоқ, айыптау кезінде, сіз айыптаған кезде ана жерде қағаздарды қарайсыз ғой бәрібір. Сотқа берген адамға Біз тұрамыз, өтен шығатын шығар, шықсында бізге шықсында біз осыған айтамыз, посуществу айтамыз. Сіздер біліп тұрсыздар ғой, посуществу дәлел жоқ екенін, конкретный дәлел жоқ екенін біліп тұрсыз, Ақтөре мырза, айтыңызшы. Сіз атыдай келіп айтыңыз, қанша келеміз шықпайды. Не доследке аламыз десіз, дұрыс па? Не ақтау сұраймыз десіз, дұрыс па? Ояқты да барып болған болар талай. Ақтау сұраймыз. Талай барып болған. Олар Русаха жіберді. Сіздер юристке неге екі сөздің басын құраямайтынын айтады, ол айтыңызшы. Әлсей бізге показу қабылды. Ал судьяға андай әлсей Ақтөре болса. Сіз кінәлі болмасаңыз да, сіздер соған сұратыңыздар. Қалай ол адам тағдырын шешетін адам ғой ол жерде. Жаңағы айтып отырған адамы. Юрист деп отыр ма? Сотта не үшін отыр онда? Кім болып отыр ол? Әшейін отыр. Олар не жоқлар не айту керек, соны айтып оқып тұрады. Оны дұрыс түсіндірамайды. Сот аузына салып береді, бүйтіп айтады. Жоқ, жәбірленушінің өкілі не үшін жүр, егер жәбірленуші жерде ешқандай. Соттың видеосында айтып тұр, мына балдарға претензиям жоқ, мені шақырмай тұрыңдаршы деп айтты. Мен мына балаға ешқандай кінә тартпаймын. Заңға талаптарына сәйкес жәбірленушінің өкілі жәбірленушіге қатысуға міндетті сотта. Жоқ, ол жерде ешқандай претензия етпесе, ол мен жәбірленуші деп өзін сезінбесе, ол не үшін отыру керек? Сүйреп жүр ғой ары бері. Кімге шығын келді, сол жәбірленуші болады. Ол сезінсін, сезінбесін жәбірленуші. Мен сіздерге төлемесі бар жоқ. Кімге тиесілі жәке? Ау? Білмейді кем тегі. Вот сояқа бастықтарына шығу керек. Сояқтың бастығына соларға Мына шырғылған ата-анасы, осы қаланың прокуроры шығып, сұрақтарға жауап берсе, президент өзі халыққа қызмет ететін, президент өзі, мынау халық, сол енді мынау қаланың прокуроры шығып, мына кісілерге жауап берсе қалай болады? шықпайды ол. Шықпайды ол. Өткен неге шықпайды? Жауапты қызметпен. Сіздер мән-жайы бар, біз білеміз. Не болып жатқан, қалай болып жатқан. Жоқ, сіз қазір ғана қазір ғана білмейсіз, неғып 7-ші бала шетке алып тастады сіздер. Сіз соған көріп сіз екі қазір келетін өзіміздің әрқайсысының балаларын мүдделерін қорғап келіп отырсыздар.
Сұрақ заң сұрақ қой. Әрқайсының іс бойынша сіз өзіңіздің балаңыз шекербек пе? Сіз балаңыз шекербек болса, іңкәрбектің мысалы мүддесін қорғай алмайсыз. Өзіңіз балаңыз мүдделеріне жоқ, бұл кісі мейлі оның құқығын қорғай алмаса да, бұның баласының құқығын қорғау үшін 8-ші бала неғып жоқ. Сол жерде 8-ші бала айтатын еді ғой. Ол требовать етуге 8-ші баланы алып келді, өйткені менің баламды апарған сол. Полиция басқармасының өндірісінде қылмыстық іс. Сояққа барып требовать етіңіз, өтініш хат жазыңыз. Сіздің надзорный органсыздар ғой. Міне, полиция басқармасының тергеушісі былай айтты, сотта былай айтты. Тұрғыда бүйтіп айтты. Судья сұрады, сіз жауап беріңізші, 8-ші бала қайда? Мен жіберіп жатырмын, хаттама жіберіп жатырмын, әкеліңдер, болмаса бір қағаз алып келіңдер, жарияланған, іздеу жарияланған туралы деп айтсам, қайда десе, бүйтіп айтты. Мен іздеуге жіберем, прокуратура алып тоқтатып тастап жатыр. Видеода городской прокуратура. Сіздер айтып отырсыздар, бір жыл жүрдік, бір жарым жыл жүрдік. Қағаз жүзінде бар ма осы сіздің осы? Не үшін сотқа жүрмей жатса, қағаз жүзінде афер бар ма? бар ғой прокуратурада. Мен сізге ауызша сөзіне сене алмаймын. Қағаз жүзінде маған полиция басқармасының астында. Сөйтіп айтқаным ба? Видеода тұр ғой, көтер. Судьяда видеода тұр ғой бәрі. Емес, маған Biz қаяқтан аламыз, бізге бермесе. Мынау сөз дұрыс емес. Жоқ, бізге судья бәрін видеоға түсіріп жатыр, содан тауып алыңдар. Бізге беретінін сөйлеп тұр ғой, иә? Сіздер қазір әлеуметтік желіде әр айтқан туыспен енгізіп өтінішіңіз, ол қабылдану керек, заявление қабылдану керек. Сіз қазір не деп отырсыз? Қаяққа барсам да, сотқа кетті, сот шешеді, сот жауап береді дейді. Болды, бірақ қаяққа барсам мынау рәсім емес ма, бауырым? Сөз ашып, біреу туысқан емес, жақын емес. Бірақ бұлар деп қазақтар емес. Доказательстволары жоқ, дәлел жоқ. Соттағылар келіп Машина балдарды соттау арман болып тұр, болды. сіздерге жауабы бойынша жауабын айттым. Қайталап айтудың қажеттілігі бар ма? Шықсын. Біз сол кісіні талап етіп тұрмыз, сіз қалай түсіндіңіз? Мемлекет, халық болмаса мемлекет. Біз Боранбаев Нұржан мырзаны талап етеміз, түссін! Үйімізге қайтатын шығарса деуі! Шықсын. Бір жарымыз еңгелер бөлірген біз күні ұйықтамаймыз. Қайтарымыздың бастарында демейіне дарайын көшеге шығалмайды. Бұл енді жан айқай ғой. Сіздер шығарып тастап отырсыздар ғой, просто үлкендерді шығарып тастап отыр, екі үлкенді шығарып тастап, организаторларды ұрып, начальник охраны еще олар. Біздің балалар айтады, ол да бірде шеше деп отыр, міне шешем ол да бірде 7-ден 11-ге дейін барған. Қаяқтың үшін айтылған, білмеймін, показаниясында тұр 7-ден 11-ге дейін. Міне мен каждый баланың показаниясын оқыдым мен. 7-ден 11-ге дейін барғанбыз, освещение жарқырап тұр, охранниктер жүр дейді. Бұлар свайлас космоспат, өздері ұрап алып, ауыз жаласып бәрі біздің балаларға жала жауып отыр. Үсті отыр. Жарқын бәрі делода тұр. Делода тұр. Ну материалы-то собирали вы? Показанияларды сөйтіп айтты. Дала жап-жап, охранниктер жүрді деді. Машинамен емін-еркін Жоқ, жаңағы ұрысы начальник охраны ғой. Сотты болған біреу сол жерде жағын старший смена бұл жерде. Ол жүрді және басқа сол кесіп жүрген. Старший смена болды екен, мейлі. Басқа охранниктер жүр арасында. Басқа охранниктер жүрген жоқ. Басқа сүтті қаптыда сондай заводты жалғыз ошақ охранник па? Айтыңызшы. Асфальттың территориясы үлкен. Вот. Сол қанша территория жалғыз ошақтың жауабына сәйкес қылмыс болатын уақытта ол қасындағы қызметкерлерді басқа қарауылдарды басқа территорияға қарай жібереді. То есть зауыттың анау басқа бөлігіне. Сол кезде жаңағы өзінің күйеу баласын шақырады, балалармен бірге кіріп, қайталап қасып, алар келгенше солай алып кетеді. Сіздің материалына сәйкес осылай. Егер де басқа охранниктердің қатысы болса, 2022 жылы 25-ші ма, 26-ші ма марта салады олар. Не үшін салады? Онда доказы жібермеді ма? Осы ошақтың өзі О кезде үйтетін болсаңыздар, о кезде осы балаларды да неғып сол кезде сотқа қоспадыңыздар?
Жоқ, себебі кәмелетке толғандар бөлек сотта қаралуға тиіс. Кәмелетке толмаған. Жоқ, сіздер ол кезде бөлек сотта қаралған кезде сол сот қаралып жатыр, кәмелетке толмағандар бөлек сотпен неге қарамадыңыздар? Неге анау заңды күшіне еніп кетеді, содан кейін барып уже балалардікін қарайсыздар? Бұл балдар тура сол. Ол сол сотта айтылып кету керек еді. Ол сот бойынша балалар кім деп танылған? Қарабаева судьяның сотында ғана екеуін соттаған. Ол жерде 3 баланы ғана жазып қойған. Жәбірленуші. Қалған ешкімді жазбаған. Тағы басқалар деген сөз жерде ма? Осы 3-4 баланы жазғанда тағы басқалар. Және тағы басқалар. Тағы басқалар. Бізді айналасында қайдан сотталды? Бізді алдап кеп тергеушілер, сіздер жәбірленушісіздер, сіздер қысқарасыздар деп 6 ай ма 7 ай ма тоқтатып тастады. Ешқайда шақырмай, сотта жоқ, тергеуде жоқ, 6-7 ай сот тоқтатты. Содан кейін қайта шақырып. Менің мына жақта ісім шығып қалды, мен қайта берсем әреке сіз өзіңіз қалсаңыз. Шикілік деген жетіп жатыр. Қалғанда қазір бұл жақта шеңге шешілмейді жәке. Бұл Бұл жақта шешілмейді, бұл жақта қазір көріп отырсыздар, жауап прокурор шықпаймын деп отыр. Мынау шырылдап отқан әкемен шешеге шықпаймын деп отыр прокурор. Нақты сот қай күні болады, қай жерде болады? Қаншада? Онда Жабық деп қойған по правам человека құқық қорғау несін апардық, Еговпен конкретно жазып тұрып заявление, мұны Жанат Әпкентте апардық, алдыда бұл жабық деп шығарып жіберді. Содан бізге қанша сот болып кеп, 3-ші сотта бекет жарияламайын деп қол қойыңдар дейді ғой, қоймай қойдық атаңдар. ол жерде сіздер құқықтарыңыз Короче, бар. бізді әбден таптать етіп бастады ма, до конца сөйтіп таптать етпекші. Алдыңғы сотты қысқартылған түрде жүргізген, например. Ол қалай қысқартылған түрде жүреді? Қысқартылған түрде жүру үшін барлық жақ келісу керек қой. Және тағы басқалар қалай? Олар да келісу керек қой. Асыл халқым, менің мына жақта тағы да бір ісім шығып қалып тұр, қайту керекпін. Мамандықта жүздесейік, неқті енді әбеке ары қарай түсіріп келесі жолғысын тағы келіп жатармыз. Мына балалардың тағдырына бейжай болмай, ел болып, жұрт болып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Қалай ойлайсыздар? Жақсы күндер кездесейік. Тергеушіге қойыңыздар дейсіз. Міне тергеу дұрыс жүргізілмеген, значит. Доп защита болды ма? Беттестіру болған жоқ. Доп защита. Доп защита деген ол не? Сіздер қорғаушымен бірге шешесі болсаңыз баланың, сіз қылмыстық іс болса доп защитаға сіз қатыса аласыз. Жоқ, онда ештеңе Қорға. ештеңе болған жоқ. Құқықтар бар. Бұлар білмегеннен кейін Адвокат албайды. Жоқ, бұларыз. Бірінші тосын, егер заңды өкіл болған жағдайда, бір адам 2 процессуальный статусты жалғайды. Ол одновременно законный представитель, одновременно должностным лауазымын статусы басқа немесе жақын тұстарым не болу керек. Алматыдан келеді адвокат. енді бұл жерде шырылдап отқан ата-ана, қазір мен сіздерге бір адвокат нөмірін берейін. Жоқ, Алматыдан сөйлесіп қой. Қалада жоқ, ошақтағымен де сөйлесіп, Алматыдан сіз келіп сандалған осы қалталарыңыздан Жоқ, олар. не істейміз Сөзі. қараңыз. Олар бәрін Мен сізге қазір Өзімізге жазып қойдық уже. Болды, біз барамыз. бұл енді мен айтып отырмын, інім, мына кісілер енді көріп отырмын. Жанат Истаеваны бұрыннан танимын. Шырылдап отқан ата-ана, шырылдап отқан. Заңды білмейді бұлар. Заңды білмегеннен кейін белшесінен басып, жаңа Қазақстан құрам деп жатыр ғой Тоқаев. Жаңа Қазақстан мынандай болса, лучше ескі Қазақстан қайтып кетейік біз. Сөзін ашығы. Бізді қорғайды деген адвокатымыз, бізді қорғап, балаларды алып шығады деген адвокат маған, міне жеке маған мойындаңыз деп маған совет берді. Мен қалай мойындаймын, егер мен мойындап тұрсам, прокуратура жаза бермей ма десем, жоқ, сіз мойындасаңыз, жасы кәмелетке толмаған деп делаңызды жеңілдік береді. Сөйтіп қысқарып кетеді. Сонда біз кімнен не күтеміз Қазақстанда, айтыңызшы? Бізді қорғайды деген адвокат солай айтса. Қорғайды деген прокурор, бізді жаңа Куршет. Прокурор қорғамайды, прокурор наоборот айтты. Отыру керек дейтін прокурор, сенің балаң отыру керек дейтін прокурор болса. Прокурор қорғамайды, прокурор наоборот айыптағады. Адвокатқа сіз ақша төледіңіз, осыға мынандай әңгіме, ол да тегін сеп жүрген жоқ, Құдайға сеп жатқан жоқ адвокат. Ал енді болса, мені көріп осылар, асыл халқым,
Мына шырылдап отқан ата-аналар, Жетеуі де высшее образование оқиды университетте. Темекі шекпейді, арақ ішпейді, спортсмен, бәрі. Вольный, менің боксерым, Енді пожарный такой төрт береді мысалы. Енді міне Сондай қазақтың балдары. ал Ақтөре'нің сен ештеңе шеше алмаймыз сөздің ашығы. Сен енді Жәшікке тастап, үшінші этажға көтермеңіздерші, қаулы жүргізді. не үшін сотқа жасаймыз? Сол інім сотқа кіруге болмайды. жоқ, ол заң, мына ұялы телефон жарылғыш зат емес. Жындыбаев, Абай Серікбайұлы. Әбеке, бұл іс бойынша сіз статусыңыз бар ма? Жоқ, желтоқсан қоғамдық бірлестік мүшесіміз. Жоқ. Бізде осындай көмекшілер керек, халық естісін. Ал мен қоғамдық бірлестіктен деп келіп отырмын. Бірақ Халық естісін. Басқа да інім сенің қызметің болады. Мен Тараз қаласы прокурорының орынбасары Болат Мұстафа. Қалалықтың ба? Иә, жоқ, қалал. облыстың бәрін танимыз. Ал асыл халыққа мына сын пікірлерін қазір кіреміз дейді. Сонда кім қабылдайды бұл кісілерді? Прокурорын өзі қабылдайды. Так, сіздерге айтарым, біртіндеп сөйлеп, сұрақ қойдыңдар ма, жауапты күтіп алдыңдар. Сұрақ қойдың, жауапты күтіп алдыңдар. Алла қуат берсін сіздерге. Алла қуат берсін сіздерге, балдарыңыз ақталып шықсын. Анау есін жап. Ал асыл халқым сын пікірлерін жаза жатарсыздар. Мына енді мен білмеймін. Бұл қалай болып жатқан, не болып жатқан қазір кіріп барадыр ата-аналар. Шығам прямой эфирден.